Баршаңызға сәлем достар. Бүгін нәп-нәзік жұп-жұмсақ болып шығатын рогаликидің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Және оған тұз, қопсытқыш, ванилин, қант салып, жақсылап араластырамыз. Салқын сары майды салып, қолмен үгітіп аламыз. Үгітіп болғаннан соң бір жұмыртқа және қаймақ саламыз. Барлық ингредиенттердің салқын болғаны дұрыс. Әдеттегідей қажетті ингредиенттердің мөлшерін төменде описаниеге жазып қалдырдым. Алдымен қасықпен, сосын ұн сеуіп, қолмен қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ, кішкене қолға жабысатын болып шығады. Енді оны 1/2 бөлікке бөліп аламыз да, целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа 40 минутқа немесе мұздатқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Дайын болған соң, ұн сеуіп, дөңгелек пішінде жайып аламыз. Енді оны 16 бөлікке бөлеміз. Салмасын саламыз. Менде бұл қойылтылған сүт. Негізі қойылтылған сүт онша келіңкіремейді екен, ыстық температурада ол еріп кетеді екен. Сондықтан басқа салмасын пайдаланғандарыңыз дұрыс. Джем немесе қайнатылған қойылтылған сүт, яғни вареная сгущенка, соны пайдаланған дұрыс. Барлығын осылай орап аламыз. Және пергамент қағазына салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. 15 минутта дайын болады, өте дәмді, нәзік болып шығады. Осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар, ас болсын.